Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып Каспий Голд арқылы салық төлеу. Бізде упрощенка, яғни әр ай сайын біз салық төлеу міндеттіміз. Ең бірінші Каспий KZ-ге кіреміз менде. Мінекей тұр платежи дегенге басамыз. Все деген. Госуслуги штрафы деген тауып алуымыз керек. Мінекей тұр. Содан кейін платежи для ИП деген. Басқаннан кейін бірінші обязательные пенсионные взносы. Басамыз. КНП 0.10 деген міндетті түрде болу керек. Период оплаты таңдайсыздар. Иін плательщика, яғни өзіңіздің иін жазасыз. Иін работника. Егер де жұмысшыңызға төлем десеңіз, пенсионный, онда сол жұмысшының иін тересіз. Ал егер өзіңізге, онда өзіңіздің иіңізді теріп, пенсионный взносы төлейсіз. Енді сумма жазып, оплатить деген басасыз. Социальное отчисление. Яғни КНП 0.12 деген болу керек. Периодты жаңағыдай иін работника, сумма оплатить деген басасыз. Содан кейін медстрахование. Бәрінде бірдей 2975 теңге, КНП 122 деп тұру керек міндетті түрде. Басасыз, период оплаты, иін продолжить деген басасыз. Яғни бұл 2975 теңгеден көп те емес, аз да емес болады. Енді қалай есептейміз? Мысалы, жұмысшымыздың зарплатасы 150 мың делік. Сол 150 мыңға көбейтесіз 10%. Сонда 15 мың теңге ол пенсионное отчисление кетеді. 10%. Енді қалайынан социальное отчисление төлейміз? Сол жаңағы 150 мыңды көбейтесіз 3,5%-ге. 5250 теңгені сіз социальный отчислениясына төлейсіздер. Содан кейін 2975 теңге ол міндетті түрде медстрахование кетеді. Мысалы, егерде сентябрьде жұмыс істеп, сол бір айлық көлемді салықты сіздер октябрьдің 25-не дейін төлеу міндеттісіздер. Яғни ол 3 күн ішінде ақша түседі. Сондықтан октябрьдің 20-сынан бастап төлей берсеңіздер болады. Сол сияқты октябрьдағы бір ай көлемдегі жұмыстың ақшасы ноябрьдің 25-не дейін төлеу керексіз. Егер мәлімет қызықты болса, онда лайк басып, подписка жасап жіберсеңіздер. Рахмет.